Ассалаумағалейкум қалқым. Көптен бері саясатқа кірмей, саяси группаларға кірмей, саяси текті сауаттымыз ғой жерде не тыңдаймыз деп. Мына 23-24 апрель күні Қазақстан Ресейге қосамыз деп жатыр. Осыны естіп қатты ауырып қалдық. Саяси группаларға кірмеу себебінің өзі де осы кірсем осы таңға дейін ұйқы ашылып кетеді. Мына қалай қамсыз ұйықтай береді, мен таңғаламын соған. Абай атамыз айтқандай, саналы адамға бұл өмірде қызық жоқ деп. Бұл енді қаншама жылдан бері 4-5 миллиондап халықты 25 мың зиялымызды қырған, 18 жылы қырған, 37 жылы қырған, 1986 жылы қырған, 2022-де тағы да қырған. Өзінің бауырласы Украинаға соғыс ашып жатқан орысқа сонда қосыла салсақ, сонда біздің күресіп жүргеніміз желтоқсандықтардың қаны, қаншама белсенділеріміздің қаны, ата-бабамыздың қаны босқа кеткені ма? Сондықтан біз мына референдумға болдырмауға қарсылығымызды білдіруіміз керекпіз. Ал болып кететін болса, жау кеткен соң қылышыңды боққа шап деген сөз. Ол болды деген сөз, значит, ол уже халық уже дауыс берді, үйтті қосылды деген сөз. Ал қосылғаннан кейін орыс білгенін істейді. Көрінген мемлекеттерге, әлсіз мемлекеттерге шабуыл жасайды. Алдыңғы қатарда қазақтар болады. Ресейге қазақтар қалай қосылады? Солай активистерді қудалай басталады. Бұрында да митингке шығып кетіп, қазір тыныш жатқан активистердің өздерін соттай бастайды. Қазір мына желтоқсандықтар жылына 250 мың теңге алып отыр ғой. Одан да айырылады. Оларды да қудалайды, оларды да соттайды. Оянбаған халық құл болып оянады, не болмаса бұл өмірде жоқ болады деп Ататүрік айтқан. Ештеңке өндірмеген, тек сатумен ғана айналысқан мемлекет абыройынан, екіншіден мемлекетінен айырылады деген. Міне біздің елге дәл кеп тұр да осы Ататүріктің айтқан сөзі. Франклин айтады, екі нәрсе ұсынасын халыққа, біреуі бостандық, біреуі қауіпсіздік, халық соның қауіпсіздігін таңдайды. Ақыр аяғында қауіпсіздікте бостандықта болады дейді. Өз жеке бастарыңыздың қауіпсіздіктерін ойласаңыздар да бала-шағаларыңыздың қауіпсіздігін ойламаған болып есептелесіздер, осы жолы қарсылық білдірмесеңіздер. Сондықтан бәріміз наразылық тудыруымыз керекпіз. Өйткені алыптың күш халықта дейді, күш халықта. Сондықтан ағайындар бостан-босқа қарап жатпайық. Енді осы уақытқа шейін азын-аулақ белсенділерге иек артып келдіңіздер. Енді елден жерден айырылмайық десек, бәріміз қарсы тұруымыз керекпіз. АЕС-тің де бірде-біреу ешкім қолдаған жоқ, бірақ АЕС-ті уже өздерінің жеңісіне не қылды. Сол халқым, күш бірлікте. Оянайық, оянғандар оятайық. Саясатта қаншама жыл жүрдік, зая кетпесін. Зая кетпейді ғой, Құдай бағалайды ғой біздікін. Бірақ ақыретте емес, бізге екі дүниенің жақсылығы керек. Сондықтан бұл дүниеде де бақытты болуымыз керек, о дүниеде де бақытты болуымыз керек. Екі дүниеде бақытты болу үшін Қазақстанның егемендігі үшін күресуіміз керек. Мына жоғарыда отырғандардың ешқайсысы қазақ емес. Назарбаевың да қазақ емес, Тоқаевың да қазақ емес. Сатқын надан, жаудан жаман дейді. Сатқын дотан болмайды дейді. Бұл сатқындар кезіндегі алашты атқан, алашты сатқан сатқындар отыр жоғары жақта. Әйтпесе 6 мемлекетте тырп еткізбей бағатын Қазақстанда қазақ кедей, қазақ қаңғыған, үй-күйсіз, содан ажырасулар туады. Менделеевтің таблицасының 92 элементі кезінде, кеңес өкімет кезінде табылған, қазір 180 элемент бар. 180 элемент деген ол сұмдық. Бүткіл қымбат тастың бәрі бізден шығып жатыр, бірақ қазаққа жоқ. Ол қазаққа бөлісудің орнына қазақтан алып жатыр штрафпен. Енді міне курьерлер, мопедтер бәрінен өмір сап жатыр. Штрафпен ақ байып кететін жағдайымыз бар еді. Сол енді бәрін айтты, бірін айтты халқым. Осы жол бұғып қалмаңыздар. Сосын дәрігерлер, мұғалімдер, бала-шағаларыңыздың ұрпақтарын ойлаңыздар. Референдумдарға атсалысып, қол жинап бермеңіздер. Жақсы аманшылықта жүздескенше, Қазақстанның егемендігі ақыретке дейін болсын. Қарулы мықты держава болсын, билік басына елім жерім деген жақсы азаматтар келуін насіп етсін. Және жақсы мықты Американың жүйесінде жақсы жүйе қалыптасуын нәсіп етсін. Дұғамен ешқашан жауды жеңбеген, сондықтан дұға және әрекет түбі берекет. Талап шыға нұр жауар. Талап етейік.